Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен Гүлнар сіздермен өте керемет болып шығатын, дәмді әрі тез дайындалатын голубцы, яғни фаршированный перец рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше бірге жасап көрейік. Бізге ең әуелі осындай болгар бұрыштары қажет болады. Дәл видеодағыдай көріп отырғандарыңыздай, осылай пышағымыздың көмегімен болгар бұрышымыздың жоғарғы бөлігінен ажыратып алатын боламыз. Және де ішкі бөлігіндегі дәндерінен де тазартып алатын боламыз. Барлық болгар бұрышын тазалап алғаннан кейін, міне, барлығын тазалап алдық. Ендігі кезекте арасына салатын салмасына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге алдын ала тартылған фаршымыз, күрішіміз және де пияз қажет болады. Осылай пиязымызды пышағымыздың көмегімен майдалап біркелкі етіп турап дайындап алатын боламыз. Ендігі кезекте фаршымыздың үстіне майдалап туралған пиязымызды, оның үстіне алдын ала тазартылып жуылған күрішімізді және де дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және ұнатсаңыздар паприка қоссаңыздар да болады. Мен паприканы қолдандым. Ендігі кезекте осы салмамызды қолымыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне, біздің салмамыз дайын. Енді осы салмамызды болгар бұрышымыздың ішіне қолымыздың көмегімен қатты толтырмай нығыздап салып шығатын боламыз. Толтырмай салуға тырысыңыздар, себебі көп салынса біздің болгар бұрыштарымыз жарылып кетуі мүмкін. Міне, барлығын осылай салып дайындап алдық. Ендігі кезекте осылай болгар бұрышы, помидор, сәбіз, картоп және де пияз қажет болады. Осылай барлығын пышағымыздың көмегімен турап дайындап алатын боламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, каналымдағы подписация батырмасын басып, тіркеліп кетсеңіздер болады. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Сол себепті қазақша контенттің өсуіне сіздер де өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Міне, осылай барлығын турап дайындап алатын боламыз. Рецептін дәл осы видеоның астына описание бөлімінен қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міне, қазанымызға майымызды құйып, майымыз қызған уақытта осылай пиязымызды салып, лопаткамыздың көмегімен қозғай отыра сарғайғанша қуырып аламыз. Ендігі кезекте осы қуырылған пиязымыздың үстіне алдын ала туралған сәбізімізді де салып, оны да шамалы 2 немесе 3 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін помидорымызды да дәл осы ретпен оны да салып қуырып алатын боламыз. Қуырып алғаннан кейін болгар бұрышын салатын боламыз. Ендігі кезекте дәл осының үстіне томатымызды салатын боламыз. Міне, томатымызды салып алдық. Енді дәл осының үстіне суымызды құятын боламыз. Суымыздың қайнағанын күтеміз. Оға дейін дәл осы сорпамыздың үстіне дәміне қарай тұзымызды салып аламыз. Міне, біздің сорпамыз қайнап шықты. Ендігі кезекте дәл осының үстіне алдын ала туралған картобымызды салып,
Одан кейін укробымызды салып, осылай лопаткамыздың көмегімен жақсылап сорпамызды араластырып аламыз. Дәл осы сорпамыздың үстіне біртіндеп асықпай алдын ала дайындап қойған болгар бұрыштарын осылай салып шығатын боламыз. Беті біркелкі болып суға батып тұруы керек. Енді дәл осы сорпамызды 30 немесе 45 минутқа қалдырамыз. Міне, біздің голубцымыз дайын. Түрі өте керемет болып шықты. Дайын болған асымызды осылай кесемізге салып, үстіне өз қалауыңызша көк пияз немесе укроп салып ішсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осы рецепттермен сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін жіберіп алмай қарап, өте жақсы деген пікірлеріңізді қалдырып, мені қолдап кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін.